5 метрлік ламбрекен жасау үшін біз ені 2,80 болатын матадан 1,5 немесе 2 метр мата аламыз да осылай екіге бөліп қиып аламыз. Сөйтіп екеуінің түгі бір жаққа қарап тұратындай етіп матаны беттестіріп тігеміз. Біріктіріп тігеміз, яғни. Екі матаның да түгі төмен қарап тұруы керек. Бір тігіспен тігіп шығамыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Яғни бізге кедергі келтірмес үшін мынау шеттерін кесіп алып тастасаңыз болады. Енді матамызды түзу жерге түгін өзіңізге қарай қаратып, төмен қаратып, осылай қойып шығамыз. Яғни түгі жоғары қарап қалмасын. Міндетті түрде төмен қаратып әдетке айналдырыңыздар, себебінде көп қателік осы жерден болады кейбір қыздарда. Енді 5 метр дублиринді клей бар жағын матаның теріс жағына қойып, оны ыстық үтікпен жабыстырып аламыз. Дублиринді жалғамағаныңыз жақсы неғұрлым. Мысалға 5 метр ламбрекен алатын болсақ, 2,5 метр дублирин алып, оны екіге бөліп жабыстырғанша 5 метр сплошной дублирин алғаныңыз жақсы. Енді парсыз ыстық үтікпен жабыстырып келелеп шығамыз. Пар болса дұрыс жабыспай қалады, және де ары бері үйкелеудің қажеті жоқ. Ақырын ептеп біраз уақыт алады. Ең күшті керемет кеңес ол біздегі бұрынғы советский үтіктер бар ғой, сондай үтіктерді алсаңыздар жақсы. Оликста мысалға кейде 1000-1500 теңгеден сатып жатады. Кейбір адамдарға керек емес, бірақ сол үтік өте керемет. 5-10 минутта клейді жабыстырып береді. Менде болған, бірақ ол қазір күйдіріп алдым. Енді астыңғы бөлігіне жабыстырып жалғасаңыз болады. Жалғаған кезде дублиринді бір-біріне 1 сантиметр етіп айқастырып жабыстырып жібересіздер. Енді жоғарғы жағын осылай сызғышпен сызып дайындап аламыз. Бұл карнизге ілінетін бөлігі. Не үшін мысалға түгі төмен қарап тұрсын дедім, сол карнизге жоғары жағын анықтап алу үшін. Енді мынау немен выжигательмен екі жаққа жықпай тік етіп сызған сызығымыздың бойымен кесіп аламыз. Ең бірінші осы лентаға жабыстыратын жерін тігіп алғанымыз, осылай қиып алғанымыз жақсы. Себебі қалған оюларыңыздың барлығы осыған қарай есебін алып отырамыз. Оюды жабыстыратын кезде. Осылай толықтай қиып шығамыз.
Матамен қайшымен қимаймыз, қыздар. Енді әйнектің үстіне паутинканы қоямыз. Паутинкалардың қалдықтарын осылай бір-бірінің үстіне қойып пайдалана берсеңіздер болады. Яғни оны ысырап қылып тастаудың қажеті жоқ. Дайын оюымызды ортасына, мысалға мен қазір шаңырақты жеке ойып аламыз, сосын шеттеріне ойып орналастырамын. Осылай матаны оңынан қоямыз. Жаңағы паутинкамызды қойып, матаны оңынан қойып, осылай бетіне лекаламызды қоямыз да бүржігәттермен кесіп аламыз. Енді қағазға қатты тигізбейміз. 1 мм, 2 мм тигізбей кесіп алғандарыңыз жақсы. Ал қағазға тиетін болса, онда ол қағазыңыз, лекалаңыз болашақта мысалға тез жыртылып қалады, яғни жарамай қалуы мүмкін, матамен қағаз жабысып қалса. Сондықтан мейлінше қолдарыңызды үйреткендеріңіз жақсы. Енді ақырындап мына лекаламызды матадан ажыратамыз. Енді мына жерде мен жердегі кафельге оюды дайындадым. Егер де сіздерде кафель болса, кафельге де дайындауға болады, бірақ сәл мына шеттерінде, мысалға кафельдің қосылған жерлері сәл кедергі келтіруі мүмкін. Бірақ міндетті түрде әйнек кафель деген нәрсе емес, өзіңізге қалаған осы кафель немесе әйнекті пайдалануыңызға болады. Енді матаның ортасын бөлген кезде сабынмен, яғни мына матаға арналған сабынымыз бар, сонымен белгілеп сызып аламыз да ортасына шаңырағымызды қойып аламыз. Сөйтіп, екінші шетіне келетін оң жақ қанатындағы оюымызды да қойып, сосын кейін бетіне марля қоясыздар да, сосын пармен үтіктейсіздер. Менде мынау профессиональный үтік болғаннан кейін ол марлыны қажет етпейді. Ал үй жағдайында болса, міндетті түрде марлы қажет болады. Осылай оң жақ қанатын жабыстырып алғаннан кейін сол жақ қанатындағы оюында дәл осылай есептеп, әрбір сантиметрмен есептеп қойып шығасыздар. Яғни бір жақ оң жақ қанаты жоғары қарап, сол жақ қанаты төмен қарап қалмасын, қисық болып қалмасын. Екі жағы бірдей болу керек.
Енді матамыздың арасындағы шеттерін қайшымен қиып алып тастаймыз. Бірақ қатты тақамаймыз. Себебі терісінен қойып, мына выжигательмен тағы да кесіп алуымыз керек. Бұл аппликация ол өзіңізге байланысты. Мынау маған клиенттің берген тапсырысы бойынша осылай жасап отырмын. Қайшымен қиғаннан кейін міндетті түрде выжигательмен шеттерін кесіп алып тастаймыз. Себебінде мата дублиринге жабысуы керек. Болашақта мысалға ашылып қалмас үшін. Алдынан қиса болмайды. Артынан қиюымыз керек сол үшін. Бізде мындай нелер жабысып ашылмайды. Егер мысалға сіз ашып көрсетейін. Ал егер мысалға выжигательмен кеспеген болсаңыз, онда міне көрінсе, осындай ашылып қалады. Қайшымен қиып қалған болса. Енді бастапқы кескен жерімізге бір тігістік жоғарғы жағына липучканың жұмсақ бөлігін тігіп аламыз. Егер сізде тігім машинасы жоқ болса, онда ыстық клеймен жабыстыруыңызға болады. Қалағаныңызша арқан таспен осындай клейлерді пайдалану арқылы аппликация жасасаңыз да болады. Немесе мен сіздерге көрсеткен сабақ бойынша тастармен, болмаса арқандармен жабыстыруыңызға болады. Біраз уақыт талап етеді, егер қолдың жұмысы болғандықтан. Ортасына арқан тас қойдым, шеттеріне мынандай пластмастан арналған тасты ыстық клеймен жабыстырып шықтым. Міндетті түрде оюларымызды байланыстырып отыруымыз керек, яғни бір-бірінен ажырап қалмас үшін. Мінекей, жақында сіздерге фотоотчеттарын жіберетін боламын.